Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Ондық бөлшектерді көбейту деп аталады. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз. Бүгінгі сабақта сіздер ондық бөлшектерді көбейтуді үйренетін боласыздар. 671 номерден 3 мысалын жазып алдым. Қалған сіздерге тапсырма болады. Қазір орындап көрсетейік. Ондық бөлшектерді көбейту үшін балалар оларды үтіріне назар аудармай, екі натурал санды көбейткен сияқты алдымен көбейтіп аласыздар. Мысалы 13-ті 12 көбейткен сияқты. Көбейтейік, мінгі бірліктеріне көбейтейік, сол өзестерде 26 болады. Оны жазып қоямыз. Так, ондықтарына көбейткен кезде ондығының астынан бастап жазамыз. Бірді санға көбейтсек ол өзгермейді, демек 13-ті жазып қоямыз. Қосуды орындаймыз, 6 түседі, 5 және 1. Енді кезек үтірін қоюда. Ол кезде біз үтірден кейінгі цифрларын санаймыз. Екеуінің де, екі көбейткіштінде. Яғни бірінші көбейткішімізде біреу, екінші көбейткішімізбен бірге екеу үтір. Үтірден кейін бір цифр, екі цифр. Демек, көбейтіндінің нәтижесінен оң жағынан екі цифрға бұлай айырастар. Демек, 1, 2, демек, бізде 1,3 пен 1,2-ның көбейтіндісі 1,100-ден 56-ны береді екен. Келесіне назар аударыңыздар балалар, 0,1000-нан 467 көбейту 2,4 дейді. Үтіріне назар аудармай, натурал санға көбейткен сияқты көбейтіп аламыз. 4-ке көбейтейік. 4-ті 7-ге көбейтсек, 28 болады. 8-ін жазып 2 ойда. 24 2 ойдағымен 26, 6-сын жазып 2 ойда. 16 2 ойдағымен 18 деп жазып қоямыз. Арғарайғы 2-ге көбейтейік. 14 болады, 4-ін жазып 1 ойда. 12 болады, бір ойдағымен 13 болады. 3-ін жазып бір ойда. 8 бір ойдағымен 9. Мінекей енді қосайық. 8 болады. 0 бір ойда. 11 бір ойдағымен 12 бір ойда. 10 бір ойдағымен 11. Ал енді үтірін қоятын кезек келді. Үтірден кейінгі цифрлар санын санаймыз. Яғни біреу, екеу, үшеу, 4-еу. Демек, бізге 4 цифр айыру керек. Оң жағынан бастап 1, 2, 3, 4-еу. Демек, біздің үтіріміз мына кезде болады екен. Демек, бізде 1,10,000-нан 1208 деген сан шығады екен. Үшіншісіне назар аударайық, балалар, бұл жерде 11,100-ден 7 көбейту 0,100-ден 63 екен. Көбейтейік. 3-ке көбейткен кезде бізде 21 және де 33 болды. 6-ға көбейткен кезде 42 және 66 болады екен. Қосу нәтижесі 1, 4, 7, 9 және 6 дейді. Үтірін қоятын кезде олар үтірден кейінгі цифрлар санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, 4-еу. Яғни 4 цифр айыруымыз керек. Біреу, екеу, үшеу, 4-еу. Үтір мына жерде болады екен. Сонда бізде 6,1000-нан 9741 деген сан шығады екен. Келесі номерде, 670 номерде, бұл жерде сіздерге үтірін қойсаңыздар жеткілікті. Көбейту нәтижесін беріпті. 629-дың 51-ге көбейтіндісі 32,079-ды беретін ескеріп, осы жерге нәтижесін жазыңыздар. Яғни сіздерде көбейткен кезде үтіріне назар аудармай, натурал санға көбейткен сияқты көбейтесіздер. Яғни бұл жерде де 32,079 болады. Балалар, кітапта сосын мына жерде 51 деген, ал мына жақта 31, 3,1, 0,100-ден 31 деп қойыпты. Сіздер 5-ке өзгердіңіздер. Яғни барлық жерде 5 болады. Кітапта енді кішкене қате кетіпті. Сондықтан мен мына жерге 5 деп өзгертіп жазып алдым. Сіздер де солай істеңіздер. Енді үтірін қоюымыз керек. Балалар, үтірден кейін мына жерде бір-ақ цифр тұр. Яғни 9 деген цифр, ондық үлес болып, демек біз бір цифрға оң жағынан бұлай айырады екенбіз. Сонда үтірі мына кезде болады екен. 3207,9 болады екен. Келесінде де дәл солай 32,079-ымызды жазып аламыз да. Цифрлар санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, яғни үтірден кейінгі цифрлар. 3 цифрға айыруымыз керек. Біреу, екеу, үшеу. Демек, үтір мына жерде болады екен. 32,079 деген сан шығады екен. Келесінде дәл солай 32,079-ымызды жазып алдық. Енді айыруымыз керек. Біреу, екеу, үшеу, 4-еу, 5-еу. Яғни үтірден кейін 5 цифр тұру керек. Біреу, екеу, үшеу, 4-еу, 5-еу. Вот, не істейді екенбіз. Үтір мына жерде тұру керек. Алдына 0-ді тіркеп жазасыздар. Сонда сіздерде 0,1
10 мыңнан, так, 10 мыңнан болады, нет, 100 мыңнан 32 мың 79 болады екен. Міне осындай сан шығады екен. Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңіз болса енді жекеге шығып сұрарсыздар. Рахмет, сау болыңыздар.